сыныпқа жаңа қыз келді. Содан кейін оқушылар жоғала бастады. Ол оларды өлтірмеді, ол тек қанын сорды. Барлығы кейін түсінді, Аиша вампир еді. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Бәрі сол күзгі дүйсенбіден басталды. 9 Б сыныбына жаңа оқушы келді. Оның аты Аиша. Аиша өзгеше еді. Өте ақшыл тері, қап-қара ұзын шаш, көздері ерекше, қараңғыда жылтырап тұратындай. Ол ешқашан қатты күлмейтін, үзілісте ешкіммен араласпайтын. Бірақ ең қорқыныштысы, ол әрдайым бәріне тіке қарайтын, көзін тайдырмай. Суық екен, деді бірде сыныптағы Данияр. Айша терезе жақтағы соңғы партада жалғыз отыратын. Күндіз жарықта ол күннен қашқандай пердені сәл жауып қоятын. Алғашқы аптада бәрі қалыпты сияқты көрінді. Бірақ содан кейін біртүрлі нәрселер басталды. Бір күні дене шынықтыру сабағынан кейін Айдана есінен танып қалды. Медбике тексергенде оның беті аппақ, ерні көгеріп кеткен. Қан қысымы тым төмен, деді ол. Түнде ұйықтамадың ба? Айдана тек басын шайқады. Бір түрлі түс көрдім. Біреу мойныма еңкейіп, суық қолы бар еді. Сол түні Айдана ауруханаға түсті. Ал 2 күннен кейін ол жоғалып кетті. Мұғалімдер басқа қалаға көшті, деді. Бірақ сыныптағы ешкім сенбеді. Айша сол күні ерекше тыныш еді. Ол терезеге қарап отырып, әлсіз жымиып қойды. Бір аптада тағы 2 оқушы ауырып қалды. Еркебұлан мен Мәдина. Екеуінің де белгілері бірдей әлсіздік. Көздің асты қараю, мойнында кішкентай 2 тістің ізі. Мәдина сыбырлап айтты. Түнде Аишаны көрдім. Ол менің қасымда тұрды. Көздері қызыл еді. Осыдан кейін сыныпта үрей басталды. Балалар кешке жалғыз жүрмеуге тырысты. Ал түнде кейбіреуі терезеден көлеңкені көретін болды. Ұзын шашты, қара силуэт, төбеден төмен қарап тұрғандай. Аян есімді оқушы Аиша туралы іздей бастады. Мектеп архивін ақтарды. Ол бір ескі суретті тапты. 20 жыл бұрынғы сынып фотосы. Сол фотода Аиша тұр. Сол қалпында, сол бет, сол көз. Бұл мүмкін емес, деді Аян. Фотодағы жазу 2005 жыл 9 Б сыныбы. Жоғалған оқушылар 6 адам. Ал сол сыныпта да бір қыз болған. Аты Аиша Нұртаева. Ол туралы соңғы жазба. Қан аздықтан қайтыс болды, бірақ денесі табылмады. Сол сәтте Аянның арқасына суық тер жүгірді. Сол түн мектепте электр жарығы өшіп қалды. Күзетші таңертең бір сыныптың есігі ашық тұрғанын көрді. Ішінде қан іздері, еденде сүйретілгендей таңбалар, ал тақтада қанмен жазылған сөз тұрды. Мен ашпын. Сол түні тағы 2 оқушы жоғалды. Аиша адам емес еді, ол вампир. Бірақ қарапайым емес, ол тек сыныптастарын таңдады. Себебі ол жалғыз қалғысы келмеді. Ол әр 10-15 жыл сайын бір сыныпқа келіп, бәрін өзіне ұқсас ететін. Қандарын сорып, жандарын қараңғылыққа байлайтын. Аиша айтқан соңғы сөзі Аянға ғана есілді. Сен де қаласың, бәрі қалайды. Келесі жылы мектепке жаңа оқу жылы басталды. 9 Б сыныбы сыныпқа жаңа қыз кірді. Ұзын қара шаш, ақшыл бет, қара көз. Менің атым Аиша, деді ол жай ғана. Ал артқы партада Аян отыр еді. Оның көздері енді қараңғыда жарқырап тұрды.
Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.